Сәлем құрметті, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге пачуга салатын жасау жолын көрсететін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қараңыз және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Себебі менің каналымда жаңадан рецепттер шығып тұратын болады. Кеттік ендеше. Алдымен піскен ет, піскен жұмыртқа, піскен қызылша және де сәбізбенен картошка керек болады. Барлығын теркадан өткізіп, етімізді майда етіп турап алдым. Алдымен етімізді саламыз астыңғы қатарға. Жинақтап, өзіңіз қалаған формада қалай қойғыңыз келсе, солай қоюға болады. Аздап тұз себеміз. Аздап майонезімізді де жағып шығатын боламыз. Майонезімізді жағып болғаннан кейін картошкамызды қоятын боламыз. Картошкамызды етті жауып тұратындай етіп, барлық шетіне жайып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай жасай бересіздер. Менің салатымның, яғни бұл салаттың басқа салаттардан, басқа пачугадан ерекшелігі, мен еттен жасадым. Көріп тұрғандарыңыздай піскен еттен өте дәмді болады. Дәмі бір ерекше болады. Келесіде аздап тұз себеміз. Тағы да әр қатарды салған сайын тұз бенен майонезімізді ұмытып кетпейміз. Аз-аздан тұз бен майонезді қатар салып отырамыз. Келесіде біз сәбізімізді саламыз. Оны да бетін жауып тұратындай етіп, барлық шетіне жайып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай. Барлығын пісіріп, теркадан өткізіп, қалаған ыдысыңызға жайғастырып шыға саласыз. Міне сәбізіміз болды. Үстіне аздап тұз себеміз, көріп тұрғандарыңыздай. Тағы да майонезімізді жағып шығамыз. Келесіде піскен жұмыртқамызды да жайып осылай салып шығатын боламыз. Барлық шетін жауып, көріп тұрғандарыңыздай. Келесіде тұзымызды себеміз. Одан кейін майонезімізді жағып шығамыз. Ұмытып кетпейміз, тұз, майонез барлығын әр қатардан кейін міндетті түрде сеуіп, майонезді жағып отырамыз. Келесіде қасығымызбен жан-жағын реттеп жинап аламыз. Себебі соңғы қатар қызылшамыз қалды. Соған реттеп жан-жағын жинап аламыз. Соңғы қатар қызылшамызды барлық шетіне жауып шығамыз. Егер де сіз қаласаңыз, тек үстіңгі қатар етіп салып шығуға да болады, жан-жағын жаппай. Мен жан-жағын жауып, қызылшамен солай әрледім. Міне біз заттарымыздың бәрін салып шықтық. Майонезбен сыртын әсемдеп шығатын боламыз. Әсемде өзіңіздің фантазияңызға қарай көресіздер. Мен осылай жасап шықтым. Бұл да әдемі көрінеді және дәмі өте ерекше дәмді болады.
Міне осымен біздің салатымыз дайын. Дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Етпен жасалғасын дәмі өте ерекше тәтті болады. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Алла сізге разы болсын. Сіздермен бірге болған Мәрзия. Ас болсын.